Кайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге бауыр тортын дайындайтын боламыз. Өте дәмді және тез пісірілетін тағам. Ол үшін бізге алдымен бауыр қажет және де жуа қажет. Бауырды алдымен ұсақтап турап аламыз. Одан соң жуаны ұсақтап блендермен өткізіп аламыз. Барлығын әдемілеп блендермен өткізетін боламыз. Блендерлеріңіз болмаса, ет тартқышпен де өткізуге болады. Тартылған бауыр мен жуаны ыдысқа салып араластырамыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқа, сүт, тұз салып жақсылап араластырамыз. Үстіне май және ұн қосамыз. Енді осы қамырымыздың үстіне тартылған бауырымызды салып, жақсылап араластырамыз. Құймағымыз дайын болды. Табамызды жақсылап қыздырып, үстіне май құйып, ожаумен құймақ жасайтын боламыз. Бауырдан жасалған құймағымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі керемет болып шықты. Енді осы бауыр құймағынан торт дайындайтын боламыз. Оны келесі видеодан көресіздер. Менімен бірге болыңыздар.